Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дәке. Бүгінгі видеода көріп тұрғандарыңыздай Бермуда картасында топ-10 құпия жерлерді көрсететін боламын. Және де сол құпия жерлердің арқасында сіздер мастерге және де грандмастерге жете аласыздар достар. Егер де сол құпия жерлерді көргілеріңіз келсе, онда арнаға тіркеліп және де лайк басып және осы видеоға комментарий жазып кетіңіздер. Егер де айтқандардың бәрін істесеңіздер, онда мен өзімнің видеомды бастаймын. Ал достар, біздің бірінші құпия жеріміз ол Бимасаки жақтағы осы жер, яғни қазір осы жерге мінетін боламыз достар. Сол үшін менің артынан қайталап, осылай мініп алсаңыздар болады достар. Ол үшін бізге осылай стенкаларды қойып алуымыз керек. Бізге яғни қазір 3 стенка керек болады. Осылай асықпай 3 стенканы қойып алғаннан кейін біз мына темірге барып, прицел арқылы мінетін боламыз достар. Осылай мініп, асықпай мініп аламыз достар. Содан кейін осылай секіріп ана жерге жетіп алатын боламыз достар. Содан кейін жеткеннен кейін смело жата берсеңіздер болады. Сіздерді ешкім көрмейді. Осылай жатып адамдарды ата берсеңіздер болады. Және де дәл алдымызда бізде жүрек толтыратын бар екен достар. Осындай плюс жерлері бар екен, құпия жер. Осылай стенкаларды сындырып тастауға болады, сіздерді байқамас үшін. Және де содан кейін смело жата берсеңіздер болады. Сіздерге осы жерді кеңес беремін достар. Ал ендеше достар, келесі құпия жерімізге кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз ол пикте болады. Ол үшін бізге осы диванға келіп, және де бізге бір ящик керек болады осындай. Осы ящикті осы диванның үстіне қойып, просто так отыра саламыз достар. Осылайша біз көрінбей, тығылып қалатындай болып қаламыз достар. Бізді ешкім көрмейтін болады. Жалпы бірақ тек аяғымыз көрініп тұрады, көріп тұрғандарыңыздай. Ал атак бұлай дым көрінбейді достар. Егер де қарсыластарыңыз келсе, просто так осы жерден оружияның патрондарын алып кетеді, содан кейін олар дым білмегендей кете беретін болады. Ал сіздер оны күтіп алсаңыздар да болады, немесе дым істемесеңіздер де болады достар. Осындай қызықты құпия жерлер бар. Ал ендеше келесі құпия жерге кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз ол осы жерде болатын болады. Қазір сіздерге қай жерге мінетінімді көрсететін боламын. Сондықтан толығырақ қарап кетіңіздер. Қазір бізге бірінші стенканы алып осы жерге қоюымыз керек. Содан кейін осылай секіріп мінуіміз керек, бірақ менде бірінші попыткадан міне алмай қалдым достар. Сондықтан мен қазір екінші попыткамен мінетін боламын. Мінгеннен кейін біз осылай стенканың шетіне баруымыз керек. Маған тағы да бару керек, себебі стенкамды қоя алмай жатырмын. Осылай барғаннан кейін бірінші стенкамызды және де екінші стенкамызды қоюымыз керек, себебі бізге биіктік керек болады. Қойып болғаннан кейін секіреміз, екеуіне де. Секіргеннен кейін тағы да стенканың шетіне баруымыз керек. Жалпы біліп тұрған шығарсыздар қай жаққа мінейін деп жатқанымды. Сондықтан достар, смело лайктарыңызды басыңыздар. Ал енді төртінші стенкамызды қойайық. Осы жерге қоятын боламыз. Міне қойдық, енді мінетін боламыз достар. Міне осындай құпия жер, жалпы өте керемет жер. Сіздерді ешкім көрмейтін болады. Егер де таудан адам шықса, осылай атсаңыздар болады, немесе жерде келетқан адамдарды атсаңыздар болады. Өте керемет жер, сіздерге қолдануға кеңес беремін достар. Ал ендеше достар, біздің келесі құпия жерімізге кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жерімізді қазір сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан достар, толығырақ қарап кетіңіздер. Ол үшін бізге осылай бір стенкамызды қоямыз, содан кейін қазір мына жерге екінші стенкамызды қоятын боламыз. Жалпы айтқанда үшеуі керек бізге. Үшіншісін қоямыз былай. Үшіншісін қойғаннан кейін просто так алға қарай секіріп мінетін боламыз достар. Міне осындай құпия жер достар, осылай жатып алып атсаңыздар болады, немесе тыныштап жата берсеңіздер де болады достар. Сіздерді ешкім көрмейді. Смело жата берсеңіздер болады. Өте керемет жер. Мен өзім жалпы осы құпия жерді қолданамын. Сіздерге де кеңес беремін достар. Өте керемет жер, астына келетқан адамдарды да атсаңыздар болады достар. Ал ендеше достар, келесі құпия жерімізді көрсетейін сіздерге. Ал ендеше кеттік достар. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз үшін бізге осындай мен секілді машина керек болады. Осылай машинаны мініп, тауға қарай шығып, осылай нитромен суға кіріп кететін боламыз достар. Осылай кіріп кетуіміз керек достар, және де осылай
шығып машинадан және де осылай пассажирский жаққа отырып алуымыз керек болс. Және де осылай қарап тұрсаңыздар сіздерді ешкім көрмейтін болады. Тіпті былай шетінен қарасаңыздар мүлдем көрінбейді достар. Осындай құпия жерлерде бар достар, қолдасаңыздар болады достар. Сіздерді мүлдем ешкім көрмейді, тек қастарыңыздан өтіп кетеді. Өтіп баратқан кезде смело өлтіріп алсаңыздар болады сол адамды. Сондықтан осы құпия жерді қолданыңыздар достар. Ал ендеше достар, біз келесі құпия жерімізге кеттік. Ал енді достар, біздің келесі құпия жеріміз осы жерде болады. Яғни қазір бірінші бізге осы контейнерге мінуіміз керек болады. Менің артынан қайталап смело мініңіздер. Осылай прицелмен осылай мінетін боламыз бұрыш жағынан. Бұрыш жағынан мінгеннен кейін осылай мына жерге крышаға секіретін боламыз достар. Міне достар, осылай мініп алғаннан кейін смело адамдарды атсаңыздар болады. Смело сіздерді байқамайды. Егер де байқап қалса, смелоны жатып қалсаңыздар да болады. Сіздерді ешкім байқамай қалады достар. Осылай келетқан адамдарды смело атып тастасаңыздар болады достар. Осындай керемет құпия жер. Сіздерге кеңес беремін достар қолдануға. Осындай жерлерді қолданыңыздар достар. Ал ендеше достар, келесі құпия жерімізді сіздерге көрсетейін. Ал ендеше кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жерімізге бару үшін осындай ұшатын нәрсеге мініп, мен секілді осылай қоямыз. Және де достар, ұшамыз достар. Ұшып, осының үстіне түсетін боламыз достар. Өте керемет жер міне. Сіздерді ешкім көрмейді достар. Смело АВМ болса, смело вообще күшті болады. Осылай атып килл жинап алсаңыздар болады достар. Смело әдемі жер. Өзіме ұнаған осы жер ең видеода сіздерге қолдануға кеңес беремін достар. Ал ендеше достар, келесі құпия жерімізге кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз осы бетонканың ішінде, яғни екінші этажында болады достар. Қазір сіздерге көрсететін боламын достар. Сондықтан достар, видеоны соңына дейін қарап, арна тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз достар. Ал енді құпия жерге келетін болсақ, осы диванның жанына жатамыз достар. Жатқаннан кейін осылай просто так жата саламыз. Сіздердің жүгіріп келе жатқан қарсыластарыңыз сіздерді мүлдем көрмейтін болады. Себебі сіздерді диван жауып тұратын болады. Егер де қарсыластарыңыз өтіп кетсе, осылай атып тастаңыздар болады достар. Өте керемет жер. Сіздерді мүлдем ешкім байқамайды достар. Қолдануға кеңес берем, өте керемет жер. Ал ендеше келесі құпия жерімізге кеттік. Ал достар, біздің келесі құпия жеріміз осы жерде, яғни мост жақта болатын болады. Мен секілді просто так осылай отырсаңыздар болады. Сіздердің бастарыңыз, тіпті оружияларыңыз көрінбейтін болады. Және де достар, мысалы қарсыласты атқаннан кейін осылай отырып тұрып атсаңыздар болады. Және де қарсыластарыңыздың оқтары сіздердің ештеріңізге тимейтін болады. Осылайша смело қарсыластарыңызды өлтіріп атсаңыздар болады достар. Өте керемет жер, сіздерге кеңес беремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай мені ешкім көрмейді. Басымда шығып тұрмайды, ештерім шығып тұрмайды достар. Ал енді келесі құпия жерімізге кеттік. Ал ендеше Ал енді достар, біздің соңғы құпия жеріміз осы кладбище жақтағы мына ұшыратын нәрсеге мінетін боламыз достар. Содан кейін просто так крышаның үстіне көздеп мінетін боламыз достар, ұшып барып. Все достар, осы жерге мініп отырсаңыздар болады. Смело қарсыластарды атып, смело отыра берсеңіздер болады. Тіпті жатып алсаңыздар да болады. Сіздерді көрмей қалады достар. Егер де көрсе, просто так крышаның арғы жағына өтесіздер достар. Осындай керемет жер, сіздерге қолдануға кеңес беремін достар. Осылайша достар, видеоның да соңына да жеттік. Егер де видео ұнаса, арна тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз достар. Және де достар, осы видеоның астына бір күшті комментарий жазған адамдарды келесі видеоның экранына шығаратын боламын. Және де достар, осы видеода қандай құпия жер сіздерге қатты ұнады. Егер де біреу ұнаса, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал ендеше достар, қоштаспаймыз, сау болыңыздар, барлықтарыңды жақсы көрем.